Әуелі қолға мүйіз бітеді. Сосын күні кеше әл-сал болып алдыртпай жүрген балғын бұлшық ет қатындар керегенің көзінен қазыққа орап тартып ширатқан қылархандай боп шер шығатады. Қатайып, қатыгез тартқан бұлшық етпен бірге көңілде бекейді. Алдымен Арманның аяғына тұсау түседі. Еңсеп, құдық қазуда әжептәуір жөн біліп қалды. Бастапқы кезде топырақ шығаруға көмектесіп еді, енді құдыққа түсіруге де жарады. Әркімнің аяғына жығылып, құлағынан сипағанға құйрығын бұлғаңдатып мәз-мәйрам болатын бала күшік қораға байланған соң ырылдап айбат көрсеткенінен, абайсыз сирақтарға азуы тигенінен ләззат алмай ма? Еңсеп бұрын қашқақтап жүрген өнеріне кем-кемдеп дәмін татқан сайын құныға түсті. Үлкендер, ананы өзің істе ғой, мынаны өзің істе ғой деген сайын бір масаттанып қалады. Адам алдана білмесе, кеп-келте ғұмырында басынан кешіретін сан-сапат тауқымет пен азапқа бір күнде төзе алмас еді. Көңілдің қорғанышы алданыш. Адам армандаймын деп жүріп алданумен болады, алданып жүріп-ақ талайды бітіреді. Еңсеп емен күбіні бір өзі тартып шығара алған күні төбесі көкке жетті. Екі қары талып, бұлшық еті созылған сайын, кеше көзіне жас келсе, бүгін көңіліне желпісетін болыпты. Көр аузындай кішкене шұқырдың айналасындағы қызыл төмпешік бірте-бірте қоңырайды, сосын сырғайды, күлгін тартты. Ақырында емен күбі жер астынан қиыр топырақ, жентек саз емес, қоймалжың лай алып қайтты. Күбі түбіндегі лай сұйыла түсті. Топырақ шығарып тұрғандар емен күбіні қайта тастағанда шұқырдың ернеуіне жата қалып тың-тыңдайды. Емен күбі барып жеткенде сонау зымыран түбі емескі шылп ете қалды. Кенет Қылархан дір-дір етті. Топырақ шығарып тұрғандар құдықтың аузына жеткенше барлық лай түбіне шөгіп, бет жағына мөлдіреп су тұнған емен күбіні төге салды да былай алып қойды. Жалма-жан қосшы баланы жұмсап анадайда жайылып жүрген саратанды алдырып шығарға жықты. Құдыққа ұшын дұзықтап шығыр арқан тасталды. Саратан бық етіп орнынан тұрып, күндегі үйреншікті сүрлеуіне түсіп тарта жөнелді. Ортасы кез ағаш тоңғалақты сықырлатып, Қылархан жыландай жылжып келеді. Ақыры өне бойы балшық-балшық құлақшының өзі де көрінді. Құдықтың аузында тұрғандар оны екі қарынан демеп шығарып алды. Құдықшы шұқырдан аулаққа құрғағырақ жерге барып жүрелеп отырды. Шақшасынан бармағының басынан насыбай үйді. Жігіттер құдық түбіне қайтадан күбі салды. Ол бұл жолы орта бөксе боп қайтты. Өңі әлі көгістеу. Лай суға жапа-тармағай қолдарын салып, алақандарымен іліп алып, ауыз шайып көрісті. Әлі де топырақтатып тұр. Ащы тұшсын ешкім жыға айыралған жоқ. Кешкі салқынға еті шімірігіп, қалтырап кеткен құдықшы орнынан тұрып қосқа беттеді. Былайғы жігіттер де соңынан ілесті. Табадағы қызыл шоққа бөксесін тығып ызыңдай әндеткен шынақ шүмек жез шайнектің күрең шайы күні бойы дамыл көрмеген құдықшының денін шайып барады. Шын аяқтың бетінде шашырап жүрген қуырған бидайды ерінмен бір-бірлеп қуалап отырып сораптаған талқы шай тер шығарады. Термен бірге өне бойын жерге сіңіріп бара жатқан зілде тарайды. Дастархан жиналады. Қалжыраған құдықшылардың аузы әңгімеге енді қисады. Жер түбінен қозғалған әңгіме сірә жоқ. Енді не істеу керек екенін қамдаған шаруа жайы. Ертеңіне бәрі тағы да құдық басына жиналды. Емен күбіні жалма-жан құдыққа салды. Күндегіде қатты жерге тиіп тық ете қалған жоқ, күмп ете түсті. Суы әбден тоңған. Құдықшы емен күбіні қос қолдап ап бас қойып еді, су тұщы. Енді жігіттер бірінің қолынан бірі жұлып алып ішіп жатыр. Ерні кезерген алатағанақ қырдың тағы бір жерінен су шықты. Оған ең әуелі құрым күркелі құдықшы ауыл қуанды. Су шыққасын құдықшылардың қимылы тіптен тездеп кетті. Құдықтың төңірегінде шашылып жатқан тоқаш сияқты тығырық тастарды бірінің үстіне бірін өріп қалап, сонау көк тас қабатқа жеткенше шегендеп тастады. Сосын тебін су қайта құйылмасын, мал-мүл түсіп кетпесін деп шырқ айналдыра әкел салды. Саркемік тастың ортасын қойып аста орнатты. Жаңа құдықтың суын ең әуелі қараша інге мен қараша бота келіп ішті. Сәске шамасында маңайдағы елдің өріске шыққан сауын түйелері құдықшылар қосы отырған шұқыр сайдың ернегіне шыға келіп, күнде құрым күрке ғана тұратын тепсеңге едірее қарасты. Тас астаудағы мөлдіреп жатқан суды көріп, көздеріне сенер-сенбестерін білмей аңырайып тұрды да, не де болса барып білек дегендей бөкілдей жөнелді. Тас астауға мойындарын салып, сырп-сырп сораптап ұзақ тұрысты. Сосын екі бүйірін қампитып, теңселе басып өріске тартты. Күнде тас төбеден қиқу салып өте шығатын бір топ бұлдырық астау басындағы қара құраның азайғанын тосып, тепсеңнің төбесінен шырқ үйіріліп шықпай жүр. Түс ауа, алыс сауатқа суыт жол тартқан бір үйір қара құйрық ернектің басынан шыға келді. Аң-таң боп тұрып қалды.
Сосын қыбыр-қыбыр қимылдап жүрген адамдарды құрым күркені есік алдында мосыдағы қара шайнектің астында лапылдай жанып жатқан отты көріп дүркірей қаша жөнелді. Ертеңіне таңертең құдықтың айналасында түн қараңғыны пайдаланып келіп, астаудан су жалаған күзден қарсақ қоянның ізі толып кетіпті. Күні кеше алақырдағы не бас көтертпес оты, не бас сауғалайтын көлеңкесі жоқ, тап осы бір тайпақ тепсеңге мойын бұрмай айналып өтетін барша тіршілік иесі оған аңсарлары ауып, жер түбіне әдейі іздеп келетінді шығарды. Жылмағай дүндегі ұры тепсең талай санаға мықтап орнап, талай көзге жер түбінен мен мұндалап тұратын нысанаға айналады. Белгі бедері аз тұлдыр қоңыр дүнде жан-жақтан соған шұбырған тарам-тарам сүрлеу соқпақ түсті. Ал ақырдан бір ұрттам су тата алмай аласұрып, әбден қаталаған тіршілік иелері көзі қарауытып, миы зеңіп келіп бас қоятын сұлама дөңде жалғыз бұлтиған осы бір әйкелді құдық ажал аузында сұлық жатқан шала жансар дененің төсіндегі әлі суала қоймаған сыңар емшек сияқты. Еңсептің қуанышы қойнына сыймай жүр. Ертелі-кеш құдық басынан шықпайды. Астаудың ернеуіне қонып, тамағының асты бүлк-бүлк етіп су іше бастаған торғайларды қызықтайды. Төкенбай 3 күн өткен соң келді. Қасында айғыр топ адам мойындарын созып құдықтың түбіне үңіліп, шеген тастардың қалай өрілгенін көрді. Шығыр тартқан атанның жалғыз аяқ сүрлеуінің қанша қадам екенін өлшеді. Бір түнге қанша астау су өнетінін сұрады. Қауғамен су тартқызып алдырып, дәмін татып көрді, беті қолдарын жуды. Төкенбайдың атқосшылары жаңа құдықты жабыламақтады. Құдды осы құдықты сол қазып шығарғандай, ауыздары жалпылдап барлық қошемет қолпешті Төкенге айтып жатыр. Көңілі өскен бай төр ертесіне Дәржанның алдына құдық ақы малын салып берді. Сол күні түс қайта құдықшылар қосын 2 түйеге артып ауылдарына бала шағаларына қайтты. Еңсеп шұңқыр ойдың ортасында қалып бара жатқан кешеден бері Төкен қаздырған атанған жаңа құдыққа қиялмай көп қарады. Ол Дәржан ағасының қасында 3 жыл жүрді. Еңсеп өзі алғаш рет құдықты Бөкенбайға қазды. Қараша ауылына жиендігі бар жас мырза әкесіне ас бермекші екен. Атақты байдың асын бұрыннан белгілі суаттардың қасында бермей, тусырап жатқан соны жерде өткізіп, сол маңайды пәленшекеңнің ас өткен жер атандырмақ ойы бар боп шықты. Соған әдейі құдық қаздырмақ боп нағашыларына қонаққа келді. Қараштың үлкенді кішісі жиылып, кәсібін енді бастайтын бала еді. Сіздің тұқымдай ырзықты болар ма екен? Бұл құдықты есеп жанға қаздырсақ қайтеді деп қолға салды. Бөкенбай әкесіне асты әрі тұяқ тимеген соны, әрі ат шаптыруға лайық жазық, әрі тұщы су шығатын топырағы асыл жерде өткізбекші. Бұл шараға Қараш әулетінің ақсақал қарасақалы түгел жұмылды. Ірге бағып қалған құр сүлде шалдар да орындарынан тұрып, атақты байдың ас өтуге лайық жер қарады. Дәржанның үйі күні-түні мәжіліс. Ақыры бәрі өңшең тұщы су шығаратын қырғастау атанған ордалы құдықтың үстіме өтетін тайпақ қолаттың күнбатыс құйрығын қолай көрді. Ордалы құдықтан 2 көштік жер. Жылмиған жазық кенет сәл еңіс тартады да қайтадан тақтайдай тегіс боп қайқайып кетеді. Сырт көзге кәпелімде байқалар-байқалмас ойпаң жүргеннің бойын Қараштың бас көтергендері 5 күн бойы армансыз шарлап шықты. Ана жерге барып та, мына жерге барып та топырағын қарайды. Шөптің тамырын қазады, исін иіскейді. Ең соңында Бөкенбайдың үйір-үйір жылқысын алдырып, біресе текіректетіп айдап өтіп, біресе шаптырып көрді. Қалың жылқы тасыр-тұсыр шаба жөнелгенде ақсақал шалдар жата-жата қалып жерге құлақтарын тосып тыңдайды. Кеуек жоқ, кеуек болса дүсірге шаңғырғып дүрсілдеп кетер еді. Сазы алыс білем, тұяқтың үні тұншығып шығады екен. Қырғастау мен екі ортада не сор, не кебір жоқ, қара жон. Шөбін қарасайшы, шілденің ортасында да баласата дейді. Астында сор болса, ендігі тамыр күйіп кетер еді ғой. Еңсеп ақсақалдардың кеу-кеу әңгімесін елге тыңдағанмен көбіне ештеңе түсіне қойған жоқ. Үлкендер кеңесе кеп, ақыры алабөтен ұйлығып өскен қалың жантақтың арасына қазық қақты. Бөкенбай қазықтың үстіне үй тікті. Қасына тағы 1-2 қараша үй қондырды. Сосын 2 ауылдың шалдары қазықты шырқ айнала түзіліп отырып, Құран оқып, Бөкенбай мен Еңсепке баталарын берді. Қоңыр марханың басын мүжіген соң ақсақалдар ауыл-ауылына тарады. Қасында 4-5 жігіт қолғапшымен Еңсептің өзі қалды. Ауық-ауық Дәржан соғып, қал-жағдайды сұрап, ақыл айтып кетеді. Еңсеп 5 қанат боз үйдің қақ ортасында қазық от тұрған жерден құдық қаза бастады. Қашан төбесінен күн түспейтін тереңдікке жеткенше киіз үй тігулі тұрды. Бай ауыл ет пен қымызға кенде қылған жоқ. Барынша сақият ануға тырысатын Бөкеннің де ат құрғатқан емес. Қараштың ақсақалдары біраздан соң қайтадан келгіштеуді көбейтті. Құдық түбінен шығып жатқан топырақты алақандарына жазып қарайды. Келген сайын бай ауылдың бал қымызын сіміріп ішіп, бастарын изеп, бағыт жақсы деп кетеді.
Дәл 3 айда күзем жүн енді қырқылып біткенде еңсеп құдықты қазып бітірді. Түбіне жақындағанда туырлық көк саз көбейіп кетіп бір қорқытып еді. Біраздан соң қалың саз таусылып қайтадан қайыр шықты. Қайыр шықты, қайта ерні тегізіп көреді, түсші сияқты. Әлде қаза түсті, сусыма қиыршық қалыңдап кетіп құлап тұрмай ма деп күдік қалып еді. Шықылдаған қатты тасқа айналды. Көк тасты қырнап ойып келе жатқанды бір күні оң жақ шынтағының түсі мұздап қоя берді. Жалма-жан сүймен түс тастай беріп сипалап көрді. Әлгі жер біртүрлі тершіп тұр. Су жақын, осы маңайдан тесіп шығуы мүмкін. Ол құдықтың сыз қабырғаларын шыр айнала сипап шықты. Дымқылдың қай жерде мол екенін, судың ол жобасын білді. Су атып кетеді-ау деген күдігі аз қабырғаны бойлап қаза түспекші. Көзді сосын барып ашады. Сонда су құдықтың түбіне мол жиналады. Жоғарыдан түскен тас кесек көзді бітеп тастай алмайды. Еңсеп әлі де бір құлаштай қазып еді, тағы да бір тұстан су тамшылады. Екі иығына, омырауына мұп-мұздай қорғасын тамшылар тамып кетеді. Еңсеп судың жобасы білінген тұсын көп қозғамай қашқақтап тереңдеп қаза берді. Кенет сүймен жап-жазық тақтай тасқа теп шақ-шақ ете қалды. Жан-жақтан жаңбыр себелегендей тамшы өгейді. Еңсеп бұдан әрі тереңдей берсе судың астында қалар түрі бар. Осы жер судың көзі-ау деп жобалаған жерлердің тасын қозғап шұқып көрді. Бір жерден манадан бері жолындағы қара тасты тесіп өте алмай жақпар-жақпардан тырс-тырс тамып тұрған мұздай су сау ете түсті. Бір көз табылды. Ол енді екінші шынтағын мұздатып тұрған тұста аршып еді, о жерден де су тесіп шықты. Екі көзден аққан су құдықтың табанындағы тақтай тасқа шалп-шалп құйылып жатыр. Сол бір шалп-шалп дыбыс бұл қашан құдықтың аузына жеткенше құлағынан кеткен жоқ. Жүрегінің дүрсілі де сол дыбыспен бірге шығып тұрғандай. Мынау меңіреу қара жердің қойнында қамалып тұрған жерінен бұл босатып жіберген мыңдаған тамшы тұңғиық түбіне жамыраса ағып, жарыса құйылуда. Тақтай тасты дүсірлете жөнелген қос түтек ағын жеті қат жер астынан тіршілік табын қағып жатқандай. Асқа 6 күн қалды дегенде жаңа құдық шегенделіп бітті.